Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 10-шы сынып жаратылыстану математика бағытының бірінші бөлімінің есептерін шығарамыз. 54-ші беттегі шығарыңдар есептері. Сіздер оған дейін тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса да жазсаңыздар болады, міндетті түрде жауап беремін. Бастайық. Бірінші есеп. Массасы 2 килограмм дене белгілі бір күштің әсерінен 2 метр секунд квадрат үдеумен қозғалады. Массасы 5 килограмм дене дәл сол күштің әсерінен қандай үдеумен қозғалады? Яғни бұл жерде бізде күштер тең болып тұр, F1 мен F2 тең деген сөз. Так, F1 тең болады F2-ге. Енді F1-дің формуласы M1 көбейту A1, F2-ның формуласы бізде сәйкесінше M2 көбейту A2. Енді осы екі теңдеуді берілген теңестіреміз. Енді M1 көбейту A1 тең болады M2 көбейту A2. Енді осы жерден бізде A2-ны табуымыз керек. A2 тең болады M1 көбейту A1 бөлеміз M2-ге. Енді орындарына қояйық. M1 бізде 2 килограммға тең. 2 килограмм көбейту A1 ол 2 метр секунд квадрат, бөлеміз 5 килограммға. 5 килограмм, килограммдар қысқарады. Сонда мына жерден 4-ті 5-ке бөлген кезінде 0,8 метр секунд квадрат қалады екен. Жауабы 0,8 метр секунд квадрат. Ал енді екінші есепті шығарамыз. Автомобильдің массасы 1,8 тонна. Автомобиль жылдамдығы Vx тең 10 плюс 0,5 Т заңымен өзгереді. Енді бізге тең әсерлі күштің мәнін табуымыз керек, F-ті. Бірінші Vx негізгі формуласын жазайық. Vx тең болады V нолевой плюс AT. Енді осы жерде біздің формулада Vx тең 10 плюс 0,5 Т. Енді қараймыз, мына жерде А-ның орында бізде 0,5 тұр, сонда бізде А-мыз, үдеуіміз, ол 0,5 метр секунд квадрат деген сөз. Мынамен былай белгілеп қойын. Мынау бізде мынаны беріп тұр, 0,5-ті беріп тұр. Сонда бізде F-ті табу үшін A деген формуланы қолданамыз. F дегеніміз сонда болады 1,8. Мына жерде тонна біз килограммға айналдырамыз. Ол 1,8 көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограмм деп алсақ болады. Өйткені 1 тоннада бізде 1000 килограмм бар. Көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограмм көбейту 0,5 метр секунд квадрат тең детін болсақ, жауабы 900 ньютон шығады. Сонда жауабы 900 ньютон екен. Үшінші есеп. Дене 20 ньютон күштің әсерінен 2,5 метр секунд квадрат үдеумен қозғалады. Массасын табуымыз керек. Біз білеміз, F-тің формуласы M-ға тең. Осы жерде массаны тауып аламыз. F бөлінген A. F дегеніміз бізде 20 ньютон. А дегеніміз 2,5 метр секунд квадрат. 20-ны 2,5-ке бөлетін болсақ, бізде 8 шығады екен. 8 килограмм. Жауабы 8 килограмм. Төртінші есепті шығарамыз. Массасы 1,5 килограмм дененің қозғалысы x тең 2t плюс 0,4t квадрат теңдеумен сипатталады. Енді бізге табуымыз керек күштің модулін. Бірінші x-тің формуласын жазайық. Жалпы x-тің формуласы V нолевой Т қосу AT квадрат бөлінген 2. Енді мына жерде бізде берілгенінде x тең 2t қосу 0,4t квадрат. Енді осы жерден біз мынау тұрған үдеуді тауып алуымыз керек. Былай жасайық, чтобы түсінікті болу үшін. Алайық, мынаны мынаған теңестіріп алайық. Сол кезінде біз аны таба аламыз. Сонда AT квадрат бөлінген 2 тең болады 0,4t квадрат. Сонда мына жерде 0,4-ті 2-ке көбейтеміз, мыналар қысқарып кетеді. Сонда А тең болады 0,8 метр секунд квадратқа тең болады екен. Осы мәнді қоршап қоямын, қазір біз қолданамыз. Енді F-тің формуласы бізде M-ға тең. Осының орнына массаны мына тұрған мынау үдеуді қоямыз. Сонда 1,5 килограмм көбейту 0,8 метр секунд квадрат тең болады, жауабы 1,2 ньютонға. Жауабы 1,2 ньютон. Бесінші есепті шығарайық. Массасы 60 килограмм денеге екі күш әсер етеді. Біріншінің
шамасы 60 ньютон, екінші 150 ньютон. 60 ньютон ол жаңа орын ауыстыруға қарама қарсы, екінші күш ол орын ауыстыруға бағыттас екен. Енді үдеуді табуымыз керек. Мынадайда мысалы бір дене берілген 60 килограммдық, осыған екі күш әсер етіп жатыр. Бірінші күш, мынау екінші күш, F1, F2 дейік. Енді мына жердегі туынды, мына жердегі күшті табу үшін, жалпы тең әсерлі күшті табу үшін F-ті біз F2-ден F1-ді азайтамыз деген сөз. Азайтамыз, өйткені екеуі бір-біріне қарама қарсы болып тұр. Так, сонда 150-ден ньютоннан азайтамыз 60 ньютонды. Сонда бізде 90 ньютон қалады екен. Енді F тең MA деген формула бар. Осыдан A-ны табамыз. F бізде 90 ньютон бөлеміз массаға. Масса бізде 60 килограмм. Тең болады 90-ды 60-қа бөлетін болсақ, бізде 1,5 шығады екен. Метр секунд квадрат. Жауабы 1,5 метр секунд квадратқа тең. Деп шығарайық. Массасы 600 грамм материалдық дене 2 ньютон және 3 ньютон күштері әсер етеді. Дене 8 метр секунд үдеумен қозғалатын болса, оған әсер ететін күштердің бұрышын табуымыз керек. Бірінші ана жерде бізде масса граммен берілген, килограммға айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз, өйткені 1 килограммда бізде 1000 грамм бар. Сол үшін 600-ді 1000-ға бөлеміз, ол бізде 0,6 килограммды береді екен. Енді бізде жалпы F екі формуламен шығады. F ол бізде MA-ға тең әсерлі күші. Енді екінші формула F тең болады. Түбірдің астында F1-дің квадраты қосу F2-ның квадраты азайту 2F1 көбейту F2 косинус альфа. Косинус альфа, бұның барлығы бізде түбірдің астында. Енді мына жерде F-тің орнына мынау MA-ны қоямыз. Екі теңдеуді теңестіреміз. MA бірден квадраттап кетемін. Өйткені мына неден түбірден айырылу үшін біз екі жақты да квадраттауымыз керек. Сонда мына жерде квадрат болады. Тең болады F1 квадрат қосу F2 квадрат азайту 2F1 көбейту F2 косинус альфа. Енді мәндерін орнына қояйық. M бізде 0,6 көбейту үдеуіміз 8, осының квадраттаймыз. Тең мына жерде F1 бізде 2 ньютон, ол 4-ке тең квадраты, қосамыз F2 бізде 3 болып тұр, оның квадраты 9-ға тең, азайтамыз 2 көбейту F1 2 көбейту 3 косинус альфа. Мына жерде екеуін көбейтіп квадраттасақ, бізде 23,04 шығады екен. Мына жерде 13, екеуін қосамыз, азайтамыз 12 косинус альфа. Сонда мына жақта ықшамдаған кезінде косинус альфа тең болады 0,84-ге екен. Сонда альфа 0,84 33 градуста 0,84-ге тең болады.